Достар, біздер қазір Ақжайық ауданына қарасты Алмалы деген ауылдың маңайындағы қарбыз алқабына келдік. Міне мен артымда көріп тұрғандарыңыздай үлкен алқап. Бұл жерде шамамен 8 гектардай жер. Осы жерге қарбыз, қауын және қияр егілген. Қазіргі таңда шаруалар оның арам шөбін жұлумен айналысып жатыр. Алмалы ауылында бау-бақша егетін 23 қожалық бар. Олар биылда жерге дән егіп, әне-міне өнім пісіп қалады деп күтіп отыр. Тек бір әттеген айы дайын өнімді саудалайтын орын жоқ. Тайпақтың қарбызы деген брендке үлкен базарлар орын беруге неге құлықсыз? Жаздай қарбыз, қауын егіп, тер төккен шаруалар күзде сол өнімді сататын орын таппай сенделіп кетеміз деп қынжылады. Амал жоқ, жабайы базарларда жағалауға мәжбүр. Ал ол жерден де полиция қуып сатқызбайды. Адал еңбекпен тапқан дәнді дақылын сатуға ұлтарақтай орын таппаған шаруалар амал жоқ тоннылап Атырау, Ақтау, Ақтөбе асырып отыр. 1 гектар қарбыз 50 тоннадай береді, 50 тонна. Сосын қияр олар 70-80 тоннаға шейін береді жақсы. Ауа райы жақсы болып тұрса, иә, Құдай сақтасын. Қауында сол 30-40 тонна береді гектарына. Шығындарыңызды қайтара ма? Жаңа балдарды жалдап жатсыздар. Шығын енді қайтады ғой, қайтпаса жұмыс жасамаймыз ғой, 25 жыл бойы. Бір жылдар болады ғой енді ол. Өзіңмен өзің болып қалатын жылдар болады енді. Жасыратын ештеңе жоқ. Біржан Жұмашев 25 жылдан бері осы бау-бақша шаруашылығымен айналысып келеді. Бұл Біржанға әкесінен қалған ата кәсіп. Қазір бұл 8 гектар жерде қарбыз, қауын, қияр, асқабақ өсіп жатыр. Күні ертең өнім піседі. Шаруалар жылда кездесетін проблема бар. Ол сол баяғы орын мәселесі. Тайпақтық шаруалар орталықтағы базарлардан орын болса деген назын айтады. Өнім өткізу сол енді бізге Атыраудан Атырауға апарамыз, Ақтау алады, Ақтөбе алады. Основной Орал алады. Оралдан енді бізге бір жақсы базарлар керек енді. Бізде базар жоқ, проблемамыз сол бізде. Орын, иә, жақсы орындар болса. Тайпақтың қарбызына сұраныс көп. Көршілес Атырау, Ақтөбе, Ақтаудан бөлек, тіпті Шымкент пен Түркістаннан да сұраныс түсетін кездер болады дейді шаруалар. Қарбыз, қауын сататын орын сұрап, шаруалардың қақпаған есігі қалмаған. Тіпті аймақ басшысына дейін осы өтінішімізді айттық деп отыр. Бұлардың басты проблемасы егіп өсіп шығарғанмен оны саудалап ақша өткізуге халыққа таратуда қиыншылықтар туындап тұр. Өйткені үлкен базарлардан бұларға орын бермейді. Сондықтан шет жақта делдалдарға сатуға мәжбүр болады. Сондықтан болашақта біздің ойымыз осы кісілерге арнап қарбыз сататын уақытта арнап жер берсе екен дейміз. Бау-бақша шаруашылығы жеңіл жұмыс емес. Егілген өнімді зиянкестерден бір, даладағы малдан 2 қорғайды. Мал кіріп кетпес үшін айналаны түгел қоршап тастаған. Тайпақтық шаруалар қазір қарбыз қауынды тамшылатып суару әдісіне көшкен. Бұл біріншіден аз жұмыс күшін қажет етеді, яғни бір адам өзі де суарып шыға алады. Екіншіден суға да үнемдейді шаруалар. Күн райы жылынса шаруалар жерге еккен дақылдар пісіп те қалады. Ал күзде жылдағы әдет бойынша тайпақтық шаруалардың қарбызды қайда апарып сатамыз деген бас ауруы басталады. Облыстың атын шығарып отырған тайпақтың қарбызы деген брендке биыл орын табылып қалар деген үміт те жоқ емес. Қанша дегенмен шаруалар тиісті жердің бәріне айттық, жеткіздік деп отыр. Естір құлақ болса әрине. Жанат Көшкінбай, Наурыз Қалитов, Жайық пресс.